Ассалаумағалейкум, қайырлы күн достар, бауырлар. Бүгін бір ерекше тамақ істейін деп отырмын. Қазақтың ұлттық тағамдарының бірі өрме төстік деген өзі. Үнемі жасап тұрамын, соны бүгін тағы да бір жасайын деп отырмын. Ол үшін бізге қойдың мынандай әдемі қабырға еті, осындай пластинка болып тұрады ғой. Қабырғасын төстің еті. Мынандай еті. Одан кейін қойдың мынандай бүйені керек. Бүйені деген жуан шегі. Содан кейін мынандай әдемі жуылған қойдың шегі, ұзын шегі. Және көкөніс, дәмдеуіш, соларды тамақтың барысында көрсетіп отырамыз. Бірінші етті аламыз да жұқалап кесеміз арасын, жіңішке арасына жаңағы дәмдеуіштер, тұз әдемі сіңу үшін осылай қылып кесіп аламыз. Мынандай кесіп аламыз екі жағында. Өте қатты кесіп жібермеңіздер. Ары қарай түгел екіге бөлініп кетпесін. Сол үшін кішкентайдан осындай қылып кесіп аласыздар етті. Міне еттердің бәрін майдалап мынандай қылып тіліп алдық. Полоска деп арасында орысша қосып сөйлей берейін, әйтпесе кейбір сөзді түсіндіре алмай қаламын. Міне мынандай. Енді осыларды мариновка жасау керек. Арасына дәмдеуіш қосып, мынандай көкөністер қосып дегендей салып отырамыз. Мінекей мынандай әдемі қызыл, не салат па? Аш салат. Осылайларды қосып жүрсеңіздер болады тамақты. Неғұрлым дәмдеуіштер осындай қосқан сайын тамақ дәмді бола береді ғой. Мен майонез қосып отырмын. Майонез қоссаңыздар да ерекше дәм береді. Жұмсартады етті әдемі қылып. Міне осылай мариновка жасалады. Ана еттерімізге дәмдеуіш, тұз қосып болдық. Енді бұны бұлай ораймыз. Орама жасаймыз. Рулет. Орама. Бүйтіп орап қоямыз әдемілеп. Міне еттерімізді дәмдеуіш, тұз бәрін қосып мынандай орап қойдық. Енді осы оралғанда мынау бүйенің ішіне саламыз. Мінекей қалайық. Шектің ішіне, бүйенің ішіне еттерді салып алдық. Міне осындай қазы тәріздес. Енді келесі жұмыс біздікі мынандай шекпен жұмыс жасау. Ол үшін мына жерде бірінші басынан саусаққа сиятын қылып әдемілеп байлап алу керек. Бірақ бұл жері өте маңызды сәті. Бұл жер шешіліп кетпеу керек. Егер шешіліп кетсе, маған адам бері өрген өрісінің бәрі қашып кетеді. Ондай менде талай болған. Сөгітіліп кетіп, қашып кетеді. Мінекей. Байланды ғой міне. Мінекей, бірінші саусаққа осылай іліп аласыздар. Содан кейін келесін былай мына саусаққа. Содан кейінгісін үшінші саусаққа. Өрме төстік деген осы өріліп істейтін болғаннан кейін өрме төстік деп атайды. Мінекей, 5 саусаққа. Енді келесін былай. Баяғыда мамаларымыз үйретіп еді, соның пайдасы нәски тоқуды. Міне былай. Бүйтіп шығарып отырасыз келесін. Оның бірлеп кететін жағын осы кезде бұрын. Күлмеңіз. Бірлей берсін. Бүйтіп өре бересіздер. Саусақтың ішіне кіргізіп, жақын тағы бір көрсетем. Міне, мына жерге бір ілесіз да, бұрынғы ілініп тұрғанда бүйтіп төбесінен шығарып жібересіз. Сонда ұстап қалады. Мынаны былай бір ілесіз, содан кейін былай шығарып аласыз. Мынаны бір ілесіз де, оңға анау әске тоқанда тек қана оңға ғана өреді ғой, сол сияқты. Осылай. Көлемі міне. Көлемі не үлкен, не кішкентай болмау керек. Сол үшін былай мынаумен тартып не жасап отыру керек. Міне мынандай болып өрілді, осындай болып өріліп жатыр. Осылай ұзын болу керек. Мінекей, өріліп жатқан шегіміз. Жалпы мен өзім мамандығым музыкантпын. Мен парақшамда музыка. Бірақ арасында осылай енді тамақ істей алатын болғаннан кейін арасында тамақ та салып тұрамын да. Сол кезде жаңағы тамақтарым неге шығып кетеді, просмотр көбейіп. Сол кезде повар екен деп қалады мені кісілер. Повар емеспін, бірақ осындай бір ерекше тамақтар істегені өзіме ұнайды.
Al endi mana bitugi аяқталды. Соңында бұны қалай аяқталды? Жаңа бір-бірден ауыстырдық қой. Енді бұл жолы екеуін бірдей аласыздар да, соның ішінен өткізесіздер бүйтіп. Мынаның ішінде мына екеуін бірдей аласыздар. Мына екеуін. Соның ішінен өткізесіздер. В общем, бәрін бірдей. Бірақ өткізесіз олды. Бесіншісінің ішінен өткізіп, бүйтіп, мына жерден өрмені осы жерден тоқтата саламыз. Міне өрме. Бұлай ұзын болды, бірақ қазір не алғанда қысқа болып қалады. Мына алып қалым жетеді соз. Ал енді жаңағы мынау шегімізді бүйенді осы шектің ішіне кіргіземіз. Мінекей қалай өрме төстігімізді өріп болдық, өріп ішіне бағанағы маринадталған етімізді, төс етіміздің бәрін салдық. Енді дәл осылай қазанға кәдімгі ет асқандай қылып асып пісіреміз. Қазанға су құйылды, асты жанды. Аккуратно осылай салып, дәл осылай пісіріп аламыз. Енді тамақ пісіп атқан кезде, тамақ пісіп ату барысында жанына картошка, сәбіз, жұмыртқа салып бірге әдемілеп пісіріп алуға болады. Мінекей өрме төстік қайнап жатыр. Пісті дайын болды. Өрме төстігіміз дайын. Енді турап көрсетейін сіздерге. Мінекей іші мынандай болып жатыр. Жақындатып түсіріп жүр. Мұнан бәрін бұлай бір түсіріп жүр. Өрме сыртының бәрі өрілген, шектен өрілген. Бұл шегімен қоса жей беруге болады. Кейбір енді жақтырмайтын кісілерге сразу айтасыздар ғой. Шек бар бұның ішінде деп. Сондықтан иісі қандай керемет. Мынау отыр ма саған? Иә. Мінекей. Өте дәмді. Қарным ашып кетті ғой. Мінекей, ішінде мынандай нелер. Майлары прям бұлқылдап жатыр. Мінекей қалай өрме төстігіміз дайын, мынандай табаққа салып қойдық. Жұмыртқамен, көкпен. Дәмі енді керемет. Кәдімгі шұжықтың дәмі, еттің дәмі мүлдем басқа, мынау басқа. Жасап көріңіздер. Бұны енді басқа тамақпен бетіне салып жүрсеңіздер де болады. Астында кәдімгідей нан жайып, ет нан сияқты. Немесе плов, қазір біз плов дайындап отырмыз, пловтың бетіне салып жүреміз ешті. Мінекей, ас болсын, қандай керемет дәмді тағам. Өрме төстік деген осы міне. Сұлулық бір өзіңнен табылғандай, жанарыңнан жап-жарық күн шағылғандай, нұрлы бейнең көктемнің гүл күніндей боп, күміс күлкің бұлақ болып ағылғандай. Әдемісің қарындас, әдемісің, сұлулықтың ғажайып әлемісің. Қарай бергім келеді, қарай бергім, білермісің ару қыз, білермісің. Қарай бергім келеді, қарай бергім, білермісің ару қыз, білермісің.